Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, достар. Қазір біз спирометр Паско құрылғысымен жұмыс жасаймыз. Құрылғының өзі мынандай. Мына жақта оның басатын батырмасы бар. Басып қосамыз оны. Мына жақта зарядкасы. Және де мынандай өзінің мұрны бар. Осы ернімізбен осы жерден былай не істеп ұстап, ешқандай ауа өтпейтіндей, осы жерден демаламыз. Дұрыс па? Қазір енді көрсетеміз. Ернімізбен ұстап деймі. Так, мынаны бастақ. Датчик. Датчик Қосылып тұр екен. Қосылып тұр. Қайсысын таңдаймыз? Өкпе көлемін таңдаймыз. Жақсы. Өкпе көлемін таңдадым. Цифрлармен графикті бастым. Так, енді жұмысты орындаймыз. Сіз қазір қанша рет дем алып, қанша рет дем бересіз? Мен 4 рет дем алып, 4 рет дем беремін да, содан кейін терең дем алып, сосын бүкіл жаңа ішкі ауаны сыртқа шығаруға тырысамын. Яғни қазір бізде андай 4 кәдімгі қалыпты өзіміз дем алатындай 4 рет дем алып, 4 рет дем береміз. Одан кейін 5-ші ретте не істейміз? Максималды алумен максималды беру. Сол көрсеткішті, соны көрсетеміз. Мына жақта сіз не істейсіз? Біріншіден ауызға салдым. Толық арасына ешқандай ауа өтпеу керек. Сосын бір қолмен мұрнымызды жабу керек. И бастаймыз. Кәдімгідей ешқандай терең емес, дем алып, дем беріп жатырмыз. 3-шісі кетті. 4-шісі кетіп жатыр қазір. И қазір астыға түскеннен кейін максимально вдох. Енді максимально үстіге баста, максимально енді астыға. Болды. Жақсы. Енді не істейміз? Енді талдаймыз. Мына жақта тек қана датчикпен жұмыс істеген кезде тек қана бір нәрсені өлшеп кету емес маңыздылығы. Ең маңызды жағы оны сосын талдау. Біз мысалы мына жақта не көріп тұрмыз? Мына жақта бізде қисығымыз шығып тұр. Енді осы қисықты қалай талдаймыз? Мысалы мен ең бірінші дем алған кезде қанша миллилитр ауа жұттым. Оны қалай қараймыз мектен? Бізде мына жақта соны басамыз. Бір нүктесі бар. Қанша? 2-де 55. Екінші нүктеге басамыз. 3-те 12. Көрдіңіз ба? 55 пен 12 арасы примерно қанша? 60, плюс-минус 60. Ол қанша болады? 600 миллилитр болады. Көрдіңіз ба? Бірінші дем алған кезде. Одан кейін сіз не істейсіз? Мақта дем бересіз да? Дем шығардық. 2-де 94. 2-де 94 пен 3-12 арасында қанша? Примерно 200 миллилитр бар. Значит, сіз не істедіңіз? 600 миллилитр алдыңыз, 200 бердіңіз. Дұрыс па? Енді мына жақта максимальны қарайық. Максимальны қанша алдыңыз сіз? Нақты нүктеге бассақ. 5-те 6 литр. Екінші нүктеге басамыз. 7-те 84. 5-те 6 мен 7-те 84 арасында 2 литр 140 миллилитр бар. Бұл сіздің максимальный дем алғаныңыз, и сосын максимальный дем бергеніңіз. Енді мысалы тағы да жұмыс жасап жатқан кезде, мысалы құрылғымен, сіз не істейсіз? Бір адам жасап болғаннан кейін, мына жағын жақсылап тұрып, дезинфект жасау керек, сүрту керек, немесе бұны шығарып, келесі балаға, келесі адам не істейін деп жатса, өлшейін деп жатса, бұны ауыстыру керек, гигиена сақтау үшін. Міндетті. Жақсылап жаңағы немен сүртіп тастау керек. Одан кейін, мысалы, қазір тағы да бастап көрейік. Екінші бір эксперимент бастау үшін, жай ғана бастауды басасыз, өзінің екінші тәжірибесі сериясы басталады. Мысалы, мен қазір былай жасап көрейін.
міне менің өкпе көлемім 3/46 литр деп тұр, сосын мына жақта жаңағыдай не істей аламыз, біз зерттесек болады. Нақты мысалы менде 2/64 пен қанша? Нүктеге басамыз. 3/27. Примерно 700 мл. Ол менің күнделікті кәдімгі қалыпты дем алуым. 700 мл. Бұл жақта бізде 4 рет ол болды, үдеріс. 4 дем алып, 4 дем беру болды. Демек біз не істей аламыз? 4-еуінде зерттеп, олардың орташасын шығарыламыз. Оны қалай жасаймыз? Мысалы, бізде мынақта қолдың қасында мынандай таңдау деген, аймақ таңдау деген батырма бар. Ол бүкіл пәндерде керек. Оны басқаннан кейін, сіз уже не істейсіз? Керек жерді таңдап аласыз былай. Қараңыз, мен 4 рет дем алып, 4 рет дем берген жерді таңдап алдым. Енді не істеймін? Қалай ойлайсыздар? Мысалы, мына жақта орташасын, максимум, минимум бәрін тауып алсақ болады. Окей. Көрдіңіз ба? Мысалы, бізде қанша болды? Ең төмендегісі 2/54, ең үлкені 3/4, екеуінің арасы қанша? Примерно 900 мл болады. Менің демек орташа 900 мл деп айтуға болатын шығар. Одан бөлек біз не істей аламыз? Мына жақта әрқайсысын жеке қарастыра аламыз. Мысалы, қазір мен не істеймін? X-ті басып алып тастасам болады. Қараңыздар. Мен жеке әр дем алып дем бергенімді қарастыра аламын. Көрдіңіз ба? Бұл одан да дұрыс болатын шығар. Көрдіңіз ба? Біз нені алдық? Бірінші біздің дем алуымыз минимум 2/54, максимум 3/30. Ол қанша? Екеуін бірін алып тастасақ, примерно 760 мл болады. Біз не істейміз? Оны сразу жазып қоямыз. Т-ны басамыз и 760 деп жазып қоямыз. Бұл не істейді? Балаларды қалай әр қисықты атын жазуға үйретеді. Жазуға көрсетеді. Міне. Бізде 760 шықты. Не істейміз? Аламызда енді былай апарамызда. Екінші. Көрдіңіз ба? Қазір енді мен не істемеймін? Мен жазбаймын басынан орташа, максимум, минимум деп ше. Мен бір рет сақтағаным ол сразу өзі не істейді? Соны көрсетеді маған. Мына жақта не істейді? Бізде екіншісі міне 2/74, 3/47. Примерно 700 мл. Егер санайтын болсақ, 730 мл. Даже 700 қанша? Мынаны алып айтын болсақ, примерно 680 мл. Оны мен жазып қоямын. Сөйтіп, әрқайсысын жеке-жеке не істейміз? Қарастырамыз. Көрдіңіз ба? Міне. Осыны бәрін жазып алып, оны несін минусовать етіп, бізде соңында не болады? 4 түрлі миллилитр шығады, көрсеткіш. Сосын оның бәрін қосамызда 4-ке бөлеміз. Біз сол кезде 4 дем алып 4 дем бергеннің несін орташа қанша миллилитр екен көлемін көре аламыз. И сосын не істейміз? Максималдыға. Мына жақтан кішкене көтеріп жіберсек болады. Міне. Қанша дейді? 1/9 и 3/9. Арасы қанша? 2 литр. Менің жағы максимум, минимум, бүкіл жағы күшпен жасаған дем алып дем беруім 2 литр екен. Естіп, әр баланы жеке-жеке салыстыруға болады. Ол бізде жағы өкпенің көлемін естедік, таптық. Бұдан басқа біз не істей аламыз? Бұл құрылғымен мына жақта көптеген басқа функциялары бар. Қай датчикті қоссаңыз, сол датчик өзі сізге мынандай жаңағы әртүрлі таңдаулар беріп қояды. Ағыс жылдамдығы, дем алып жатқан кездегі. Ағының жалпы көлемі, ағының максимал жылдамдығы, қандай жылдамдықпен болады, тыныс алу көлемі. Біз жаңағы өкпе көлемін қарастырдық. Мына жақта мысалы толық не бар?
демалу көлемі тоже көрсетілген. Өстіп қалаған таңдауды басамыз да сол өлшем арқылы жылдамдық, көлем, немесе мысалы тағы не бар? Минуттық көлем, жалпы көлем бар. Сосын қандай? Жағы қалдық, қанша ауа литр қалады. Адам қанша демалса да, біз оны не істей алмаймыз, шығарамаймыз. Ол қалып тұрады өкпенің ішінде деген сияқты. Ұмытпаймыз, мына жақты жақсылап тұрып дезинфекция жасап тұрып. Міндетті түрде. Бір бала екінші балаға өзінің инфекциясын беріп жібермеу керек. Жалпы осы қараған үшін рахмет. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар комментарийге, жазылып қойыңыздар, лайк басып. Рахмет.